Шарм қаласында немен қозғаламыз? Ең арзан қозғалыс түрі ол қоғамдық көліктер, аты серф. Міне жергілікті Шарм-эль-Шейхтің адамдары осындай автобустарға мініп, осылай Шарм-эль-Шейхтің баратын жерлеріне осылай жүреді екен. Бізде автобустар үлкен болса, мына жақта осындай пазик сияқты автобустар жүреді екен. Қазір жергілікті адамдардан сұрап көреміз. Ескі қалаға, центр қалаға қалай баруға болады, соның бәрін сұрап көреміз қазір. Егер ағылшынша білсе әрине. Бір-екі адамға жақындап көрдім, бірақ олар арабша сөйлеп, дым түсінбей тұр. 10 фунт, египетский фунт тұрады автобус, мына бауыр ағылшынша біледі екен, айтып жатыр. 10 египет фунты тұрады. Мына жерден Old City, яғни ескі қалаға дейін. Оны теңгеге айналдыратын болсаңыздар, қасына 0 қосасыз, сонда 100 теңгемен дәл осы жерден ескі қалаға, қақ ортасына, Шарм-эль-Шейх қаласының қақ орталығына баруға болады. Өте әдемі сцена. Міне мына жерде автобус келіп тоқтады. Барлық адамдар сол жерге барып отырып жатыр.